Жұмбақ жаңылтпаштар кішкентай балалардың тіл ұстартып, сөйлеу қабілетін дамытатын халықтық педагогиканың бір тәсілі. Сондықтан біз бүгін осы әдіспен 4-5 жасар балаларға жұмбақ жасырып, жаңылтпаш айтқызып көрмекпіз. Балалардың қиялы қаншалықты ұшқыр, тілдері жатық екенін бағалап көрейік. Ал ботақандар, сәлем. Танысайықшы. Атың кім? Мен атым Жанту. Жанту. Айкөркем мен аты. Айкөркем. Бегасыл. Бегасыл. Аяру. Аяру. Айтөре. Айтөре, не деген әдемі есімдер. Ал көңіл күйіміз жақсы ма? Иә. Құшақан ау сен? Асыл. Асыл. Жақсы. Жастарың нешеде? Мен 4-те, 5-те, иә? Тамаша. Ал тақпақ айту білеміз ба? Иә. Кім біледі? Мен. Қанекей, онда өзіңнен бастайық. Қарашы көшелді, жапырақ жапты үзілді. Күз біткен теренді желді, қара бұлт қабағын түйеді. Ой, не дейді? Кім қабағын түйеді? Қара бұлт қабағын түйеді. Қара бұлт қабағын түйеді. Қия? Тамаша, келесі жігіттерге кезек берейік енді. Жігіттер, қанекей? Ермек өтетілеуі, отан. Отанды біз ата мекен деп аялап айтамыз. Өйткені оны мекен еткен бабамыз бен атамыз. Отан жас кәрімізде туған жер деп сүйеміз. Өйткені онда бәрімізде туып өмір сүреміз. Отанда әркім анасындай, қастер өйді бағалап. Өйткені отан боласындай біз өсір айылып. Отан деген ата мекен, отан деген туған жер. Отан ана, отан мекен Қазақстан, туған ел. Ой, бәрекелді. Қошемет көрсетіп отырайық, құрмет көрермен. Тамаша. Айналайын, міне қазақ елінің болашақтары. Ал келесі қыздарға кезек берейік. Үф, қандай көйлек. Тілегім аман болсын ергесі, алтын күз қайта келді берекесі. Маушылықтың жартысы бола білді, алтын күз ұс береке ала келді. Сенің тақпағың не туралы? Алтын күз. Алтын күз? Оны қалай түсінеміз алтын күз дегенді? Қазір қай мезгіл? Кім біледі? Күз. Күз мезгілі. Күз мезгілін қалай біз байқаймыз? Сапырақтар сарғарады түседі жерге. Күн суый бастай ма? Иә, сосын қандай өзгеріс болады? Кім біледі? Кім айтады? Жапырақтар сарғаяды. Жапырақтар сарғай. Саған ұнай ма жапырақтардың сарғайғаны? Әлде жап-жасыл болып тұрған жаз мезгілі көбірек ұнай ма? Жасыл. Жасыл, яғни жаз мезгілі көбірек. Ал сен қандай өнерің бар? Тақпақ айтасың ба? Айта ғой. Добым, домалақ, тоқтамайсың домалақ. Үстіл бүлдірдің, тарелканы сындырдың. Тентек болып жеттің деп, томын сені теппім теп. Кім ол тентек болып тұрған? Кім туралы? Добың тентек па? Неге тентек? Тарелканы сындырды ма? Жарайды, бәрекелді. Тағы қандай өнер? Келе ғой, жаным сол. Атың кім дедің сен? Асыл. Асыл, кәнеки көрермендерге қарап. Сап-сал маңай, сап-сал тоғай, соңғының әдеді құстақай бұқты. Қатырат. Ей, жаным сол, тамаша. Ал енді жаңылтпаш. Мен сендерге қазір бір жаңылтпаш оқимын. Сендер қайталап көріңдер. Келістік па? Шеше, кеше неше кесе сынды кеше. Тағы да. Шеше, кеше неше кесе сынды кеше. Чеше. Қана? Чеше. Чеше, да? Қатырды. Тамаша, неше сөз? Қана, түсініп алайықшы. Шеше, кеше, неше, кесе, сынды, кеше. 6 сөзден тұратын жаңылтпаш. Тағы да бір тыңдаймыз. Шеше, кеше, неше, кесе, сынды, кеше. Шеше, кеше, сынды, кеше. Не сынды? Ұмытып кеттік ненің сынған туралы айтуды. Кәнеки? Шеше. Шеше, неше, кеше, сынды, шеше. Кеше, я? Кәнеки? Кеше, Шеше. шеше, Кеше. кеше, Неше кесе? неше, Сынды. сынды, Кеше. Жақсы.
Келесі жаңылпашты мен жасырып көрейін. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Оңай, е? Тағы да тыңдаймыз мұқият. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Қайталаймыз ба? Кәнекей. Жаға жайды. Жаға жай. Жаға жайды жағалай. Жаға жайды жағажай. Жоқ, жағалай. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Жала жайды жамажай. Жүгіреді жамалай. Жамалай? Жарайт. Сенің вариантың да жамалай. Жақсы, жақсы. Қабылдаймыз. Келесі тұра ғой. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Жаға жайды жағалай. Сағалай. Жүгіреді қамажай. Жүгіреді қамасай. Айналайын сол. Келесі. Міне, мені қайталама, я? Сен қазір мұқият тыңда. Содан кейін сен айтасың. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамалай. Қамажай. Бәрекелді. Енді кезек саған келді. Жаға жайды жамалай, жүгіреді қамажай. О, жақсы, тамаша. Енді біздің әдемі сүйкімді қызымызға кезек келді. Қара, тыңдаймыз, е? Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Жағалай. Жүгіреді. Қамажай. Қамажай дегенді қалай түсінеміз? Ол не қамажай? Кім біледі? Қамажай? Үя. Ахау, ле-ле-ле-ла-ли-ла-ли-ла, қамажай. Қамажай деген тамаша қазақтың қызының есімі. Соған арналған әдемі ән би бар. Кім биледі? Ботам, сен неге жылап отырсың? Кімге ренжідің, айтшы? Айта ғой. Ештеңке. Ойында жылауға бола ма, балалар? Ойнап отырып жылауға бола ма? Дұрыс айтасыңдар. Ойын кезде жыламайды. Кән, келші, жігіт, қасыма келші, саған айтайын. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Жоқ, басынан бастап. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Жаға жайды жағалай, жүгіреді қамажай. Ай, бәрекелді. Мінекей, жарайсыңдар. Өте тамаша. Ал жұмбаққа қалай қарайсыңдар? Жұмбақ жасырсам. Шеше аласыңдар ма? Иә. Ай, далада ақ отау, аузы, мұрны жоқ отау. Ол не? Ағаш. Неге ағаш? Неге ағаш деп ойладың? Ай, далада ақ отау, аузы, мұрны жоқ отау. Өзен. Қарға. Қар? Иә. Қар деп тұрсың ба? Иә, қар сияқты түсі ақ оның. Жасырып тұрған жұмбағымыз ақ. Песок похож, как ледяной похож, как снег. Орысша қатты сөйлейсің ау дейм. Қазақша сөйлеші. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Кім білет жауабын? Жұмбақ. Ол қандай жұмбақ, жасырып тұрмын мен сендерге? Ойлаңдаршы. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Қаны. Ти десем тимейді, тиме десем тиеді. Ти десе тимейді, тиме десе тиеді. Дұрыс айтасың, ал жұмбақ жасырып тұрмыз. Кім жауабын айтады? Ол не нәрсе? Құс? Ей жаным, әйтеуір жауабы дайын. Ти десем тимейді деген ол ерін. Кәні қараңдаршы, еріндерің мінекей. Сөйлеген кезде бір-біріне не істеді? Тиіп жатыр. Біз оған тиме десек те ол тиіп қояды. Ал ти десек тимейді. Яғни жауабы
ерін. Түсіндіңдер ма? Бірінші жасырған жұмбақ айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Ол не болды екен сонымен? Ол жұмыртқа. Жұмыртқа. Иә. Енді бір жұмбақ жасырамын. Сырты жасыл қатты. Елестетіңдер көздеріңе. Сырты жасыл қатты, іші қызыл тәтті. Қарбыз. Ой, бәрекелді. Тамаша. Көрермендер қошемет көрсетіп отырайық. Өте тамаша. Бүгін біздің студиямызға талантты балалар келген екен. Рахмет сендерге. Үйде бұдан да көп өлеңдер, тақпақ, ән, жаңылтпаш, жұмбақ, мақал мәтел жаттауымыз керек. Солай ғой? Үйге барғанда ата-аналарыңа сөйтіп айтыңдар. Бізге неше түрлі жаңылтпаш, жұмбақ жаттатыңызшы. Келесіде біз ана мен баланың тағы да студиясына келіп, Қарақат апайға көп жаттағанымызды көрсетейік, оқып берейік деп айтасыңдар. Айтамыз ба ата-аналарымызға? Дайындаламыз ба енді? Иә. Бәрекелді, жарайсыңдар құлыншақтар.